Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар. Бүгін біздің оқитын тақырыбымыз органеллалардың сызықтық ұлғаюын есептеу деп аталады. Ал сызықтық ұлғаюды есептеуде әрине біз нені қолданамыз? Микроскопты қолданамыз. Биологияда микроорганизмдер деген ұғым бар. Микроорганизмдер дегеніміз микро деген ұсақ, ұсақ организмдер. Ал оны зерттейтін биология ғылымының бір саласы микробиология. Осы микробиологияда микроорганизмді зерттеу үшін микроскоп қолданады. А микроскоп дегеніміз ұлғайтқыш құрал. Ұлғайтқыш құрал болғанда, ол микроскоп деген гректің сөзінен алынған микро ұсақ, скоп көремін. Ұсақ ағзаларды көремін деген сөз. Естеріңде бар ма? Біз өткен сыныптарда микроскоптың ашылу тарихында көптеген ғалымдардың өздері жасаған микроскоптар арқылы көптеген организмдерді ашқанын айтқанбыз. Сонда ұсақ ағзаларды көруде бізде қолданатын ұлғайтқыш құрал не екен? Микроскоп деп аталады екен. Енді микроорганизм жасушаларының сызықтық өлшемдері олар алуан түрлі болады. Микроорганизмдердің жасушаларының мөлшері микрометрмен өлшенеді. Микрометрді қысқаша біз не деп атаймыз? Микрометр. Кейбір ұсақ жасушалардың өлшемі микрометрдің 100-ден 1 бөлігінен тұрса, кейбір микроорганизмдердің өлшемі бірнеше жүздеген микрометрден тұрады. Сондықтан оларда бізде өлшемі микрометрмен есептеледі. Енді осы ұсақ нысандарды қараған кезде біз микроскопты қолданады дейміз. Микроскоп ол нысандарды үлкейтіп, кішірейтіп көрсетуге бізге мүмкіндік береді. Сонда жарық арқылы біз мысалы үшін мектептерде қолданатын микроскопты біз жарық микроскопы дейміз. Оның жарықтандырғыш негізгі бөлігі айнасы болады. Осы айнасы нысанға жарық түсірген кезде біз бейнені не істейміз? Көреміз. Сонда мектептегі жарық микроскопын есімізге түсірейік. Жарық қозғалыстағы тірі нысанның бейнесін 2-3 мың есе үлкейтіп көрсетуге мүмкіндік береді. Оған микрокино түсіруге, ол бір нысанды ұзақ бақылауға, олардың биологиясын зерттеуге, химизмін зерттеуге мүмкіндік береді. Осы микроскоп. Осы микроскоп ашылғаннан бері биология ғылымының жақсы дамуына осы микроскоптың ашылуы көп әсер етті. Енді жарық микроскопында біз білеміз, сонда негізгі жарықтандыратын көз не болды? Айна болды. Ал енді нысанға керек. Нысан бізге қалай көрінеді? Жарық микроскопында нысан мен оның түрлі құрылымдары әртүрлі ұзындықтағы жарық толқындарын таңдап сіңіру, абсорбциялық контраст және нысан арқылы жарық өткенде жарық толқындарының фазалық өзгеруі, фазалық контраст. Осы екі контраст болады, балалар. Екі контраст. Осы екі контрасттың нәтижесінде бізге бейне қалыптасады. Сонда микроскопта қанша контраст болып тұр бізде? Абсорбциялық контраст және фазалық контраст. Осы екеуінің нәтижесінде бізде бейне нысан көрінеді, бейне қалыптасады. Енді кез келген микроскоптың негізгі сипаттамасы екеу. Бірінші айқындау қабілеті, екінші оның контрасты. Айқындау қабілеті дегеніміз не? Бұл микроскоппен көрсетілетін қатар орналасқан екі нүктенің арасындағы минимум ара қашықтық. Осына айқындау қабілеті дейді. Ол микроскоптың негізгі сипаттамасы болып табылады. Осыны ұмытпайық, балалар. Негізгі сипаттамасы. Мысалы үшін адам көзінің айқындау қабілеті ең жақсы көру жағдайында 0,2 миллиметрге тең болғанда жақсы көрінеді. Адамның бұл айқындау қабілеті, көзінің айқындау қабілеті деп аталады. Ал бейненің контрасты ше? Бейненің контрасты бейне мен фон түстерінің қанықтығының әртүрлігі.
бейне мен фон түсінің қанықтығының әртүрлігі. Осыны бейненің контрасты деп атайды. Сонда микроскоптың негізгі сипаттамасы контрасты деген сол. Егерде бейненің контрасты 2-3 немесе 4% аз болса, бізге фотопленка болсын, микроскоптан болсын, ол бейне бізге көрінбейді. 3-4% жоғары болу керек. Сол кезде бізге бейне жақсы көрінетін болады. Ал енді жарықтың физикалық қасиетіне не жатады балар? Жарықтың физикалық қасиетіне оның түсі жатады, оның тығыздығы жатады, оның таралу бағыты жатады, оның тығыздығы, фазасы, қанықтығы немесе толқын амплитудасы жатады. Осы жарықтың қасиеттері немесе физикалық қасиеттері дейді. Осы жарықтың физикалық қасиеттері, бағанағы мен атап өткен физикалық қасиеттері нысанның қасиетіне байланысты өзгеріп отырады бұлар. Нысанның қасиетіне байланысты не істейді екен? Өзгеріп отырады. Бұл айырмашылықтар микроскопта контраст құруда олар қолданылады. Енді бейне анық болу үшін, бейне нақты көріну үшін ол айқындау қабілеті жақсы болғаны жақсы. Егерде айқындау қабілеті төмен болса, бейне бізге ол әрине нашар көрінеді. Сондықтан айқындау қабілеті микроскопта негізгі басты сипаттама болып табылады. Ахроматикалық объектілерді қолданғанда түстер аздап бұрмаланып отырады балар, бірақ микроскоптың ең аса маңызды бөлігі жарықтандыру. Ал жарық микроскопында жарықтандырудың негізгі көзі не болады? Айна болады, зеркало, айна. Осы айна арқылы жарық түседі. Сонда сәуле шоғырланып жиналады, сөйтіп бейне нысан бізге бейне қалыптасады, нысан көрінеді бізге. Енді микроскоптың ұлғайтуын біз қалай білеміз? Сұрақ солай туады. Біз микроскопқа нысанды көріп отырмыз. Нысанды көріп отырғанда біз қанша есе ұлғайтып отырмыз, оны қалай білуге болады? Ол үшін объективпен окулярдағы жазылған сандарды бір-біріне көбейтеді. Мысал үшін объективте 10, окулярда 10. Біз көбейтсек 100. Сонда біздің үлкейтуіміз 100-ге тең. Сонда оның қанша рет ұлғайтып отырғанын не істейді екен балар? Объективпен окулярдағы сандарды бір-біріне көбейту керек. Осыны ұмытпайық. Сол кезде біз қалай қанша ұлғайтқанымыз белгілі болады. Объективте де, окулярларда да сан ойылып жазылып тұрады. Сондықтан оны білуге болады. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз микроскоп туралы болды. Микроскоптың негізгі сипаттамаларымен таныстық, олардағы контрасттармен және айқындау қабілетімен таныстық. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.